Сәлеметсіздер ме? Фискалдық чек берілмеген жағдайда азаматтар салық төлеуші орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органына өтініш ресми сервисі арқылы шағым жолдай алады. Шағымға бұзушылықты дәлелдейтін бейне жазба, нақты мекен жайы мен уақыты, кәсіпкерлік субъектінің атауы, сатып алынған тауар, жұмыс, немесе қызмет тауарлы мәлімет, сондай-ақ мүмкін болған жағдайда басқа да қосымша ақпарат қоса берілуі қажет. Фискалдық чек берілмеген жағдайда салық төлеушіге алғаш рет ескерту жасалады. Бір жыл ішінде бұзушылықтар қайталанса, айыппұл салынады. Нотариустарға және шағын бизнес субъектілеріне 20 айлық есептік көрсеткіш, орта бизнес субъектілеріне 30 айлық есептік көрсеткіш, ірі бизнес субъектілеріне 40 айлық есептік көрсеткіш. Сондай-ақ қызмет барысында бақылау касса машинасының болмауы құқық бұзушылық болып саналады және алғаш рет ескерту жасалады. Бір жыл ішінде бұзушылықтар қайталанса, айыппұл салынады. Нотариустарға және шағын бизнес субъектілеріне 15 айлық есептік көрсеткіш, орта бизнес субъектілеріне 30 айлық есептік көрсеткіш, ал ірі бизнес субъектілеріне 50 айлық есептік көрсеткіш. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.